Мәслихат отырысы. Тұрақты комиссияның атқарған жұмыстарының есебі берілді. Көктемгі аңшылық. Өңірде көктемгі аңшылық мерзімі ресми түрде ашылды. Жасөспірімдер арасындағы облыстық кикбокс чемпионатында балқаштық спортшылар жоғары нәтиже көрсетті. Додада Балқаш қаласынан барған 12 спортшының барлығы жүлделі орындарға ие болып, жерлестер мерейін үстем етті. 57 келі салмақ дәрежесінде сынға түскен Даниал Бакежанов ерекше шеберлігімен көзге түсіп, чемпион атанды. Жас спортшы бұл жарысқа бір ай бойы үздіксіз дайындалған екен. Қарағанды облысынан отбор өтті Қазақстанға. Мен ол жарысты 3 бой өткізіп, 3-інде де ұттым. 2 бой Қарқаралының баласымен болды, 1 бой Қарағанды облысының баласымен болды. Финалда қиын болды Қарағанды облысының баласымен. 57 кило салмағында шықтым. Даниал 2 жылдан бері кикбокспен жүйелі түрде айналысып келеді. Облыстық чемпионатта топ жарып бірінші орында еленген жас спортшы енді Қазақстан чемпионатына жолдама алды. Бұл оның республикалық деңгейдегі жарысқа алғаш рет қатысуы. Алдағы уақытта Даниал ел біріншілігіне дайындықты күшейтіп, жоғары нәтиже көрсетуге ниетті. Саран қаласында өткен Биші Қайын 3-ші облыстық хореографиялық фестиваль байқауында Балқаш қаласының өнерпаздары жоғары нәтиже көрсетті. Қарағанды облысының бірнеше өңірінен 21 би ансамблі қатысқан додада Балқаш балалар өнер мектебінің Ақмаржан би ұжымы 2 бірдей жүлдеге ие болды. Ансамбль байқауға 2 қойылымын апарып, көрермен мен қазылардың жоғары бағасына ие болды. Байқау соңында ұжымның көркемдік жетекшісі, педагог-хореограф Мәди Шырайлымның еңбегі ерекше аталды. 26 наурыз күні өткен осы 3-ші аймақтық Биші Қайын хореографиялық конкурсында біз 2 номер апардық. Ол біріншісі рух стилизованный, яғни стильдендірілген қазақ биі және Ақбаян қазақ ұлттық биін апардық. Осы 2 биіміз жоғарғы нәтиже көрсетіп, Ақбаян биі бас жүлдені алса, рух биі бірінші орынды иеленді. Жалпы бұл конкурсқа біз 1 айдай дайындалдық. Дайындық уақытында біз көптеген детальдарға, бидің техникалық орындаушылық шеберліктеріне, сахна мәдениетіне өте қатты назар аудардық. Енді сол биіміз осындай бізге жүлде алып келіп отыр. Әділқазылар алқасының жылы лебіздері мен және біздің биімізге деген өте жоғарғы бағалары бізді қуантты. Бүгін қалалық әкімдікте қалалық мәслихаттың 28-ші сессиясының күн тәртібін қарастыруға арналған отырыс өтті. Күн тәртібінде бюджет, экономика, заңдылық және азаматтардың құқықтары, сондай-ақ әлеуметтік мәдени даму және халықты әлеуметтік қорғау мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиялардың атқарылған жұмыстары туралы есептері енгізілді. Жиын барысында қаланы көгалдандыру және суару жүйелерін ұйымдастырудың проблемалық мәселелері, оларды шешу жолдары мен алдағы даму перспективалары қаралды. Қалалық мәслихат төрағасы Ахат Муслимов былтыр енгізілген көшеттердің қазіргі жағдайына тоқталып, өз сұрағын қойды. Қоңырат кентінде саябағында талдау отырды. Соны түгел көріп қалдым. Негізінде осы мынау тамшылау суару системасы бар ғой. Сол нәтижесін берді. Өйткені мынау спицаның бойы, жаңағы Ағыбай батырдың бойы сол жерге қай жерге орналасты, сондай система, сол нәтижесі бар. Соны әрі қарай неге мынау би мысалы тағы да қазақтың отырғызамыз десе, қай жерге отырғызасыздар? Біз өткенде бір былтыр да айтты депутаттар. Қай жерде суару системасы істеп тұр, сол жерге егу керек. А былтыр көрдіңіз ба, 3000 тал, сол 3000 тал қайда кетті болды? Жауапты бөлім тұрғын үй коммуналдық және шаруашылық көлігі бөлімінің басшысы Берік Бекмағамбетов бұл сауалға былай деп жауап берді. Қарастыру керек, тамшылау жүйесін бюджеттен мүмкін жаңағы қазақмыстың берген талдарына өзіміз жаңағы жүйені жасаймыз ба, конкурс ойнатып, сондай мәселе туындап тұр бұл жерде. Енді жауап беру мәселесі бойынша оны енді қазіргі таңда айта алмаймыз, өйткені суару жүйесі жоқ. Өзіңіз білесіздер оны. Суару жүйесі Балқаш қаласында қиын қазіргі таңда. Оны жаңағы 2-ші, 3-ші очередь суару жүйелерін толық ауыстырмай, біз суару жүйелерді ауыстыру мәселесін ауыстырмай, мынау суару жүйесіне көше алмаймыз. Оны қаражат өзіңіз білесіз, оған көп қаражат керек болады.
Сонымен қатар жиында өнеркәсіп, құрылыс, көлік, шағын және орта бизнесті дамыту, коммуналдық шаруашылық және экология жөніндегі тұрақты комиссияның есебі тыңдалды. Сондай-ақ Балқаш қаласының туристік саласын дамыту, сала аралық байланыстарды нығайту, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, инфрақұрылым мен қызмет көрсету сапасын арттыру мәселелері де басты назарға алынды. Балқашта қызылша ауруының жағдайлары тіркелді. Мамандардың айтуынша эпидемиологиялық жағдай тұрақты және бақылауда. Ауру негізінен балалар арасында анықталуда. Мектеп жасындағы және әлі жоспарлы вакцина алу жасына жетпеген сәбилерде кездеседі. Дәрігерлер егілмеу, әсіресе кішкентай балалар үшін инфекцияның ауыр өтуіне әкелуі мүмкін дейді. Осыған байланысты мамандар ата-аналарды уақытында иммундаудан өтіп, бала денсаулығын мұқият бақылауға шақырады. Ситуация по коре на сегодняшний день стабильная. Бүгінгі таңда қызылша бойынша жағдай тұрақты. Қаланың көп салалы ауруханасында расталған 29 қызылша жағдайы тіркелді. Оның ішінде мектептерде 4 жағдай, балабақшаларда 5 жағдай анықталған. Барлық балалар екпе алмаған. Бізде вакцинация 1 жаста және 6 жаста жүргізіледі. Негізінен биыл 1 жасқа толмаған балалар ауырған. Яғни олар вакцина алу жасына жетпегендіктен ауырған. Ал мектепке баратын, бірақ екпе алмаған балалар ауруды ауыр түрде өткерген. Себебі олар уақытында, яғни 1 жасында вакцина алмаған. Балалардағы қызылша әртүрлі ауыр асқынулармен қауіпті, жүйке жүйесі мен тыныс алу жүйесіне әсер етеді. Әсіресе 5 жасқа дейінгі балалар өте әлсіз. Өйткені бұл ауру мүгедектікке немесе тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Қызылша мен оның асқынуларынан қорғанудың негізгі жолы вакцинация. 28 наурыздан бастап Қарағанды облысында көктемгі аңшылық маусымы басталды. Тиісті бұйрыққа қол қойылды. Үйректің еркек тарақтарына және құрлардың аталықтарына көктемгі аңшылық мерзімдері белгіленді. Көктемгі аңшылық өңірдің климаттық аймақтарын ескере отырып бекітілген аңшылық алқаптардың аумағында рұқсат етіледі. Аңшылық мерзімдері 2 аймаққа бөлінген. Оңтүстік аймақ Шет, Ақтоғай аудандары 28 наурыздан 11 сәуірге дейін. Солтүстік аймақ Асакаров, Бұхар Жырау, Нұра, Қарқаралы, Абай аудандары 11 сәуірден 25 сәуірге дейін. Весенний сезон охоты, он длится 15 дней. Көктемгі аңшылық маусымы 15 күнге созылады. Әдетте ол наурыз айының соңында немесе сәуір айының басында ауа райы жағдайына байланысты ашылады. Егер көктем ерте келсе, маусым ертерек ашылады, ал кеш келсе, кешірек ашылады. Биылғыдай ауа райы жағдайында көл әлі толық ермеген, бірақ аңшылық маусымы басталып кетті. Үйрек қонатын жер жоқ, қоректенетін мүмкіндік те аз. Сондықтан олар әлі жетпей, әрі қарай ұшып кетіп жатыр. Бізде арнайы қызметтер бар. Мемлекеттік органдар, олардың құрамында табиғатты қорғау полициясы және аумақтық облыстық инспекция жұмыс істейді. Олар аңшылық ережелерінің сақталуын қадағалайды. Сондай-ақ бәрінің заңды болуын тексеретін өз қызметімізде де бар. Себебі көктемде аңшылық тек жабайы үйректің аталықтарына ғана рұқсат етіледі. Аналықтарын атуға болмайды. Құжатта сондай-ақ көктемгі аңшылықты ұйымдастыру және өткізу кезінде жануарлар дүниесін пайдаланушылар мен аңшылық шаруашылықтарына қойылатын талаптар көрсетілген. Атап айтқанда, аңшылық тек жануарлар дүниесі объектілерін белгіленген квота шеңберінде алуға рұқсаты бар бекітілген аңшылық алқаптарында ғана жүргізілуі тиіс. Тыныштық аймақтары мен көбею учаскелерін қатаң сақтау қажет. Үйрек аулау үлесі көктемгі аңшылықтың жалпы шегі 5%-дан аспауы тиіс. Аңшылық шаруашылықтары өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға, тазалықты қамтамасыз етуге және аумақтардың ластануына жол бермеуге міндетті. Жас Space орталығында қазіргі Қазақстандағы этносаралық қатынастар, сын-қатерлер, мәселелер және оларды шешу жолдары тақырыбында маңызды семинар өтті. Аталған іс-шара Балқаш қаласының ішкі саясат бөлімінің мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы аясында ұйымдастырылды. Семинардың басты мақсаты қоғамдағы этносаралық келісімді нығайту, өзекті мәселелерді жан-жақты талқылау және оларды шешудің тиімді тетіктерін ұсыну болды. Негізгі ұлтаралық тұрақтылық ол әрбір мемлекеттің негізгі діңгегі. Егер бұл жерде заң мен тәртіп идеологемасын өздеріңіз оқитын болсаңыздар, негізгі идея осы ұлтаралық қатынастардың тұрақтылығы және заңның басымдылығы деп нақты көрсетілген. Неге заңның басымдылығы? Себебі тұрақтылық болмаса, ол ешқандай болашақта даму, өркендеу, мемлекеттің әрі қарай жоғарылауы мүмкін емес. Сондықтан бұл тақырып өте өзекті.
Жиын барысында қатысушылар қазіргі Қазақстандағы этносаралық қатынастардың жай-күйіне талдау жасап, кездесетін сын-қатерлер мен өзекті мәселелерге тоқталды. Сондай-ақ қоғамдық келісім мен тұрақтылықты сақтау бағытындағы нақты ұсыныстар мен тәжірибелік шешімдер қарастырылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай кездесулер қоғамдағы өзара түсіністік пен бірлікті нығайтуға, түрлі этнос өкілдері арасындағы диалогты дамытуға мүмкіндік береді.